Аяулы ана, ақ жаулықты асыл әже, Төлеш апа, 1940 жылы Семей облысы, Ақсуат ауданында Құнанбай атамызбен Орындық апамыздың қарапайым отбасында дүниеге келіпті. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталып, әкесі майданға аттанғанда Төлеш апа небәрі 1 жаста болған. Әкесі соғыстан оралмады. Бір атадан жалғыз қалған Төлеш апа, анасы екеуі соғыс жылдарының, соғыстан кейінгінің қалпына келтіру жолдарының тұрмыстық қиындығын көріп, жетімдіктің ащы дәмін татып бой жетті. 8 жылдық мектепті бітіріп, еңбекке ерте араласты. 1957 жылы 17 жасында біздің Сейілхан атамыз бен Шөкен апамыздың шаңырағына келін болып түсті. Әкеміз 6 ағайынды, 2 ұл, 4 қыз еді. Үлкен отбасына келін болып келген Төлеш апа өзінің сабырлы, байсалды, мінезі мен ақылдылығының арқасында судай сіңіп кетті. Қайын апай, қайын сіңілілерімен өте тату болды. Ата енесінің батасын алып, қолынан жөнелтті. Төлеш апаның өмірлік жары, Құдай қосқан қосағы Нұрбек Сейілханов, сол кездегі ең жоғарғы білім ордасы жоғары партия мектебін бітіріп, аудандық, облыстық газеттердің тілшісі, бөлім меңгерушісі, аудандық мәдениет бөлімінің басшысы, аудандық жол құрылыс мекемесінің басшысы, Ақсуат аудандық партия бөлімінің нұсқаушысы қызметтерін атқарды. Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, еңбек ардагері, бірнеше медальдардың иегері, жүздеген өлеңдер мен очерктердің, әңгімелер мен повест, поэмалардың авторы. Ақсуат ауданының ардақты азаматы Нұрбек атамыз бен Төлеш апамыз 35 жыл отасты. Атамыз өмірден өткеннен кейін, апамыз балалары космонавт пен Айнаштың көмегімен атамыздың шығармаларын жинақтап, кітап қылып шығарды. Нұрбек атамыз бен Төлеш апамыз 9 перзент сүйіп, оларды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, қатарынан қалдырмай өсіріп жеткізді. Бәріне жоғары білім беріп, қыздарын қияға ұшырып, ұлдарын ұяға қондырды. Атадан ұл туса игі, ата жолын қуса едік дегендей, Төлеш апаның тұңғыш ұлы космонавт, әкесіндей білімге зерек, алғыр және спортқа құштар болды. Күрестің 4 түрінен еркін күрес, қазақша күрес, грек-рим, самбо күрестерінен Қазақстанды 4 рет жеңіп, 4 дүркін КСР спорт шебері атанды. Үлкен спорттан кеткен соң Ресей, Қытай, Түркия елдерімен бизнес жасап, үлкен жетістіктерге жетті. Апаның басқа перзенттері де бір-бір шаңырақтың отағасымен отанасы. Ұяда нені көрсең ұшқанда соны ілесін дегендей, ата-анасының үлгісімен өнегелі ұрпақ тәрбиелеп, оқытып, алды апа атанып, немере тәрбиелеп отыр. Төлеш апа тек отбасының тіршілігімен айналысып қоймай, қоғамдық еңбекте де қатар алып жүрді. Ақсуат аудандық тұтынушылар одағы мекемесіне қарасты 10 шақты бөлімнен тұратын үлкен әмбебап дүкеннің сауда саласында 30 жыл еңбек етіп, сол мекемеден зейнетке шықты. Сейілхановтар әулетіне және ата енесіне адал келін, Нұрбек атамыздай азаматқа қолдаушы, демеуші, сырлас асыл жар, перзенттеріне ардақты ана, немере шөберелеріне ақылшы әже бола білген, ақ жаулықты алтын құрсақ Төлеш апамыз бүгінде 85 жасқа келіп отыр. Алласын аузынан, ақ жаулығының басынан тастамайтын, 5 уақыт намазын қаза етпейтін Төлеш апамыз 2007 жылы Мекке, Мәдина қалаларына барып, Алланың 5 парызының бірі үлкен қажылықты өтеп қайтты. 2019 жылы қызы Манардың бастамасымен апамыздың бала арманы орындалып, Ресейдің Белград қаласының түбінде қаза болған әкесі Қалиев Құнанбай атамыздың жатқан жеріне барып, туған жерінің бір уыс топырағын салып келді. Сенен қалған міне жалғыз қызым, қазір балалы шағалы
жақсы жерге үйлендім. 9 бірдей бала туды. Одан бөлек Москва қаласында, Қызыл алаңда, Қытай елінің Үрімші, Гуанчжоу қалаларында, Түркияның Стамбул, Алания тағы да басқа қалаларында болды. Бір атадан қалған жалғыз тұяқ, Төлеш апамыз бүгінде қанаты дүниенің төрт бұрышына жайылған үлкен ордалы отбасының анасы, Мәуелі Бәйтеректің діңгегі болып отыр. 9 перзентінен 30 шақты немере, 30-дан аса шөбересі бар. Немерелері Қазақстанның ең мықты жоғарғы оқу орындарында және Москваның, Американың, Кореяның, Гонконгтың жоғарғы оқу орындарында білім алып, алды оқуларын бітіріп, Голландияның, Ұлыбританияның белгілі компанияларында жемісті жұмыс жасап жүр. Жауға шыққан батырда, ел еркесі ақында, жұрт басқарған көсемде, сөзге зергері шешенде, еңбеккерде ғалымда, жаннан асқан дарында, данышпанда данада, қарыздар сол анаға деп, Нұрбек атамыз жырлағандай, өміріңізді ұрпағыңызға арнағаныңыз үшін өтелместей қарыз біз сізге ана. Әлемнің жарығын сыйлағаныңыз үшін, түн ұйқыны 4 бөліп, мұздай бесік таянғаныңыз үшін, ақ сүт беріп асырап адал жолға салғаныңыз үшін, қиындықтан қашпайтын, жоқшылықтан жасымайтын, молшылықтан мастанбайтын, үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсете білетін, оң мен солды ажырата білетін саналы да, сапалы ұрпақ тәрбиелегеніңіз үшін мың алғыс сізге, ана. Құдайдың берген осы балаларының менің жалғыздығыма қарағанда Алланың маған берген бағы деп ойлаймын. Осы балаларымды қызығын көріп, осы қазір немере сүйіп, шөбере сүйіп, шөпшек сүйуге де таяп отырмын. Алланың берген осы жақсылығына ризамын Аллаға. Сізге сарқылмайтын денсаулық, таусылмайтын бақыт тілейміз. Құшағыңыз гүлге, көңіліңіз жырға толып, Алланың нұры жауып, шаңырағымызға шаттық сыйлап өміріміздің мәні, төріміздің сәні болып, ортамызда аман есен жүріңіз, ана. Ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Америкадан сәлем. Төлеш апа, бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын. 80-ге келген мерейтойыңыз деген үлкен бір бақыт. Енді Алланың қалауымен 80-ге келген жасыңыз 100-ге жатсын. Артыңыздан келе жатқан бала шағаларыңыздың дендері сау болып, аман болсын. Сондықтан сізге деніңіздің саулығын, көңіліңіздің жайлылығын және де аман болып жүруіңізді тілеймін. Апа, туған күніңізбен сізге ұзақ өмір, бақыт тілеймін. Балаларыңыздың қызығын көріп жүре беріңіздер. Сіздер осы жолы тойға бара алмаңыз, кешіріңіздер. Бірақ та келесі жолы обязательно Қазақстанға бірге баратын боламыз. 안녕하세요, 사켄입니다. 생일이라 들었는데 생신 축하드립니다. 카자흐스탄 갔을 때 인사 못 드려가지고 다음에 갈 때는 꼭 만나뵀으면 좋겠습니다. 그때까지 몸 건강하시고 다시 만날 때까지 조금만 기다려주세요. 사랑합니다. 사랑해요. 사랑해요. Барлықтарыңызға Лондоннан сәлем. Апа, юбилейіңіз құтты болсын. Сізге ұзақ өмір және денсаулығыңыз мықты болсын. Немерелеріңіз, шөберелеріңіздің және балаларыңыздың бақытын көріп, арамызда күліп, жайнап жүре беріңіз. Апа, с днем рождения вас, с юбилеем. От себя хочу пожелать вам крепкого здоровья и побольше внуков. Барлықтарыңызға Америкадан, Нью-Йорктан сәлем. Апау, әжем, сізді мейрамыңызбен, юбилейіңізбен құттықтаймын. Біріншіден сізге үлкен рахмет айтқым келіп тұр.
Себебі сіздің арқаңызда, сіздің баталарыңыздың арқаңызда мен сөйтіп Америкада аман-есен, ауырмай сырқамай оқып, тіршілік жасап жүрмін. Сізге тек қана денсаулық, зор байлық, сөйтіп 100-ге дейін, 120-ға дейін, 150-ге дейін өмір сүре беріңіз. Және сіздің балаларыңызға, немерелеріңізге, шөберелеріңізге денсаулық тілеймін. Үлкен рахмет. Бәріңізге сәлем. Бүгін Сұлтан ағамның оқып жатқан қаласына, Америка, Бостонға келіп, қазір дәл университетінің алдында тұрмын. Оқып жатқан университеті міне Беркли Music School деген университетте оқиды. Бәуапат, туған күніңіз құтты болсын, юбилей құтты болсын, деніңіз сау, басыңыз аман болсын. Осылай сіздің арқаңызда, сіздің дұға тілектеріңіз арқасында осындай жерлерде оқып, жан-жақта өмір сүріп, білім алып жатырмыз. Сізге соған мыңда бір рахмет айтқым келеді. Өкінішке орай осы жолы туған күніңізге, юбилейіңізге келе алмадық, бірақ та келесі туған күніңізге келеміз деген үміттемін. Сол бәріңізге сәлем, және де бауапа туған күніңіз құтты болсын. Барлықтарыңызға Түркиядан сәлем. Апау, 85 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ, деніңіз сау болсын. Бала-шағаларыңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығына тоймай, алдымызда күліп ойнап жүре беріңіз. Біз сізді жақсы көреміз.